Абайдың 32-ші қара сөзі. Білім ғылым, үйренбек керек, талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей іздегеннен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп іздемеске керек. Если ты ценишь знания как высшее благо, каждое открытие новых истин принесет твоей душе покой и удовлетворение. Крепко запоминай то, что новое для тебя. Тогда появится стремление к поискам, любовь к науке. Память хорошо усвоит и запечатлеет в себе то, что ты видел и слышал. Екінші ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатымен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе, азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ. Үшін залал да емес, көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Бұның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жемек үшін бақас қылады. Ондай бақас қашыршылықты зорайтады, адамшылықты зорайтпайды. В-третьих, если ты добился истины, не отступай, даже под страхом смерти. Если твои знания не способны убедить тебя, не думай, что кто-то другой оценит их. Если ты сам не ценишь своих знаний, как ждать признания других? Төртінші білім ғылымды көбейтуге екі қару бар ішінде. Бірі мұхафаза, екінші мұхафаза. Ол екі қуатты зорайту жиһатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймай. В-пятых, в 19 слове сказано о 4 убийственных недостатках ума. Среди них тот, что называется беспечностью, праздностью ума. Душа моя, заклинаю, остерегайся этого зла. Оно губительно и для Бога, и для человека, и для разума, и для чести. Оно враг всему. Но там, где жива совесть, этому недостатку нет места. Алтыншы ғылымда ақылды сұқтайтұғын мінез деген сауалы бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызартықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсе, мінездің біріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйренудің пайда жоқ. Біздің әлемдегі мекендейтін әрбір халықтың мақамат тілдерінен жүйелі ойға құрылған шешендік сөзді ғана емес, одан халықтың тұтас өмірін көруге болады. Ғасырлар бойы ұрпаққа ауыздан ауызға тарап, мәнін жоймай сақталған мақамателдерден қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, дүниеге деген көзқарасын, арман мүддесіне дейін байқауға болады. Мағынасы терең ойды дәл берген мақалды кез келген дау-жанжалда халық өміріне қатысты қажетті шешім қабылдағанда орны мен қолданудың маңызы зор болған. Каждый народ, населяющий наш мир, богат не столько природными ресурсами своих территорий, сколько мудростью собственного народа. Передаваемые из уст в уста поговорки и пословицы, сказания и эпосы полны предостережений и наставлений. Их содержание доходит до глубины души каждого человека. В них содержится мудрость, знание, история, культура всего народа. Известно, народ без мудрости, тело без души. Я знаю точно, что ребенок, постигший красоту, величие, мудрость своего народа, вырастет патриотом своей страны и будет с уважением относиться к истории и культуре других национальностей. Мақамател адамға өте маңызды. Пословицы и поговорки отражают жизненный опыт народа, дают ценную информацию нам, детям, для более глубокого понимания народной истории и души, являются великолепным средством обучения и воспитания. Білімді бетке дейін іздер. Мудрый, зная много, богачом слывает, но богач не может мудрецом прослыть. Better wise than wealthy. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет. It's never too late. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын көл.